Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде дүниетану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы жасанды ортадағы қауіп-қатер. Жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім. Бүгінгі сабақта сен үй жағдайында болатын қауіп-қатер туралы білесің. От, су, газды қолданудың түрлі сақтық ережелерін үйренесің. Көшеде жүрудің қауіпсіздік ережелерін есіңе түсіресің. Өз қауіпсіздігіңді жоспарлауды үйренесің. Адамның тіршілік ету ортасы табиғи және жасанды орта болып екіге бөлінеді. Біз жасанды ортада өмір сүреміз. Бұл адам қолымен жасалған жасанды дүниелер. Адам баласының өз қажеті үшін жасаған дүниенің бәрі жасанды ортаға жатады. Адам қолымен жасалған жасанды орта деп елді мекендерді, тұрғын үйлерді, жолдарды, көлік құралдарын, техника мен басқа да көптеген дүниелерді айтуға болады. Бұл құралдардың бәрін адам өзіне қолайлы болу үшін жасады. Бірақ кез келген заттың адам өміріне қауіпті әрі қауіпсіз жақтары болуы мүмкін. Көп нәрсе өзімізге байланысты. Адам құралдарды дұрыс пайдалана білсе, олар ешқашан зиянын тигізбейді. Енді үй жағдайында болатын қауіп-қатер түрлерін қарастыра кетейік. Суретке назар аудар. Үйде бір нәрсе жана бастаса, отты жылдам сөндіруге тырысу керек. Ол үшін жанған нәрсенің үстін матамен жапқан дұрыс. Ауа болмаса от жылдам сөнеді. Мұрынды сулы орамал немесе сүлгімен жауып, сыртқа шық. Ал егер от жалыны өрши бастаса, арнаулы орындарға қоңырау шалу қажет. Енді өрт кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен танысайық. Өрт шыққанда не істеу керек? Ыстық электр құралдарына су шашуға болмайды. Терезені ашуға, өрт кезінде тығылуға болмайды. Үйден тез шығып, қабырғаны бойлап, түтін иісінен уланбас үшін мұрынды сулы шүберекпен жабу қажет. Лифтіні пайдалануға болмайды. Өрт кезінде көршілерден көмек сұрап, өрт сөндірушілерге хабар беруін өтінген дұрыс. Бөлмеге газ таралғанда не істеу керек? Егер үйде газдың иісі сезілсе, жылдам терезені ашып, бөлмені желдету қажет. Содан кейін газ плитасының ашық жабықтығын тексеріп, құбырға бекітілген кранды ажырату керек. Газдың иісі бар бөлмеде сіріңке жағуға, жарықты қосуға болмайды. Ауаға жиналған газдан жарылыс шығуы мүмкін. Газ иісі жойылмаса, дереу газ қызметіне немесе 104 нөміріне қоңырау шалуды ұмытпа. Көшеге шыққанда сен жаяу жүргінші, не велосипедші, не көліктегі жолаушы боласың. Соның бәрінде сақталуы тиіс қауіпсіздік ережелері бар. Егер сен жаяу жүргінші болсаң, жаяу жүргіншінің сақтайтын ережелеріне назар аудар. Тек жаяу жүргіншілер жолымен ғана жүр. Ешқашан көлік жүретін жолда ойнама. Бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана жолдан өтуге болады. Жаяу адам жүруге болмайтын жолдан өтпе. Егер сен велосипедші болсаң, оны қандай жерде тебетініңді біліп ал. Себебі 14 жасқа дейінгі балаларға көлік жүретін жолда велосипед тебуге тыйым салынған. Ал егер жолдан өту керек болса, велосипедтен түсіп, оны рулінен ұстап, жаяу жүргіншілердің жолымен өтуің қажет. Енді сен көліктегі жолаушысың делік. Жолаушының сақтайтын ережелеріне назар аудар. Көлікте келе жатқанда терезеден басыңды шығарма. Көлік жүргізушісін алаңдатпа. Көлікке тек жаяу жүргінші жолы жағынан мініп түс. Диаграммаға қара. Балалар жиі ұшырайтын көше оқиғасының себептеріне назар аудар. Өзің үшін қорытынды жаса. Бүгінгі сабақта сен өз қауіпсіздігіңді жоспарлауды үйрендің. Жолда жүрудің қауіпсіздік ережелерін есіңнен шығармай, жолда абай бол. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағаныңа рахмет.